Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті менің алтын оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге 5 минутта қарын тазалау әдісін көрсететін боламын. Сонымен қатар иісі де жоқ, өте тап-таза қарын тазалау әдісін, яғни лайфхактармен бөлісетін боламын. Ендеше арнаға тіркеліп, ең маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бұл жерде менде қарынды, яғни керек емес артық жерлерін, бездерін барлығын алып, жуып тазалап алдым. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып алатын боламыз. Міндетті түрде суымыз ыстық қайнап тұрғаны дұрыс. Осының үстіне, қарынның үстіне құямын да бетін жауып 5 минутқа қалдырамын. Одан артық ұзақ уақыт ұстамаңыздар, себебі біздің қарындарымыз қатып қалуы мүмкін. Сол үшін бетін 5 кемінде, яғни 5 минутқа 3-4 минутқа қалдырсаңыздар да жеткілікті. Менде қайнап тұрған ыстық суда 5 минут уақыт аралығында тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қарындарымыздың, яғни сыртқы қабығы оңай жолмен осылай қолымызбен алынып жатыр. Ешқандай пышақтың да көмегі қажеті жоқ. Қолымыздың көмегімен осылай барлығын сыртқы қабықтарын алып шығатын боламыз. Қарын тазалаудың әдісі әр өңірде әр қалай болуы мүмкін. Сонымен қатар әр ас үй бикесінің де тазалау әдісі әртүрлі. Ал мен өз әдісімен сіздермен бөлісіп отырмын. Егер де сіздерде өз әдістеріңізбен бөліскілеріңіз келсе, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруға болады. Дәл қазіргі уақыт соғым уақыты болғаннан кейін осы видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мінекей барлық қарындарымыздың сыртындағы қабығын осылай оңай жолмен 5 минутта тазалап алдық. Өте тап-таза, сонымен қатар ешқандай да қиындығы жоқ, пышақты қажет етпейтін қолдың көмегімен барлығын жеңіл жолмен осылай тазалап алған жайым бар. Қарынымызды тазалап алдық. Енді бізге қарынның иісін кетіру қажет болады. Ол үшін бізге тұз қажет болады. Тұзды барынша көбірек, молырақ сала бергендеріңіз дұрыс. Қанша көбірек салсаңыздар, соншалықты қарынның иісі де таза болады. Осылай тұзымызды салып алғаннан кейін, міндетті түрде салқын суымызды құйып, 10-15 минутқа қалдыратын боламын. Бізде 15 минут аралығында уақытымыз өтті. Содан соң қолымыздың көмегімен ішкі және сыртқы бөліктерін жақсылап жуып алатын боламыз. Міндетті түрде бірнеше қайтара жуып алыңыздар. Сонда біздің қарынның, яғни иісі кететін болады, иісі жоқ болады. Осы әдіспен мен бірнеше жыл болды, яғни қолданып жүргеніме, ешқандай да иіс қалмайды. Сіздерге де кеңес беремін. Тұзды сумен, яғни барынша көбірек молырақ тұзды сумен, салқын сумен жуып алғандарыңыз дұрыс. Негізі салқын сумен жуған өте пайдалы, барлық артық иістерді алатын болады. Міндетті түрде салқын суда тұзымызды молырақ, көбірек салып, қайта-қайта жуыңыздар иісі кеткенше. Мінекей көріп тұрғандарыңызда ешқандай да артық шығынсыз. Кейбір жерлерде лимонная кислота, лимон қосып жатады ғой, сұйық май да қолданып жатады. Бірақ мен дәл осы әдісті бірнеше жылдан бері қолданып келемін. Ешқандай да артық иісті байқамадым, яғни артық иіс қалмайды. Сондықтан да барлық үйде табылатын тұзды салқын сумен осылай жуып шықсаңыздар, сіздерге, яғни пайдалы болады деген ойдамын. Тұзды сумен иісі кеткенше жуып алдық. Енді ең соңында кәдімгі, яғни тұз қоспай, салқын суда осылай жуып аламыз. Біздің қарынымыздың таза болғанын осы судан байқауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай суымыз тап-таза, тұп-тұнық болып тұр. Яғни бұл дегеніміз біздің қарынымызда таза, ешқандай да иісі жоқ деген сөз.
Біздің қарынымыз дайын. Қарыннан қарын салат және де қарын бүрме тағамын дайындауға болады. Міндетті түрде келесі видеоларда сіздерге жасап көрсететін боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Сіздермен болғаны Гүлбану. Міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар және де пікір қалдырып лайк басуды да ұмытпаңыздар. Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы қазы жасау, яғни қазы айналдыру әдісін үй жағдайында көрсететін боламын. Ендеше маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазы жасау үшін бізге керекті заттар чеснок, тұз және де қара бұрыш қажет болады. Қазыны дайындау үшін бізге жылқының еті қажет болады. Сарымсағымызды осылай үккіштен майдалап өткізіп алатын боламыз. Үккіштен өткізіп алған сарымсағымызды ыдысымызға саламыз және де дәміне қарай қара бұрышын себеміз, татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше қасықтың көмегімен біркелкі қалыпқа келгенше осылай араластыра отырыңыздар. Үй жағдайында қазы жасау, яғни қазы айналдыру өте оңай. Дәл осы тәсілмен жасасаңыздар, қазыларыңыз керемет болып шығатыны сөзсіз. Енді бізге жылқы еті қажет болады. Осы жылқы етін жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін ішегімізге сиятындай етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Яғни жіңішке бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей осындай бөліктерге бөліп алдым мен. Дәл қазіргі уақыт соғым уақыты болғаннан кейін осы рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Жылқының етін ұзынша етіп осылай кесіп алғаннан кейін, яғни бұл жерде майы, еті барлығы араластырып кесіп алдым. Жаңағы дайындап алған, үккіштен өткізіп алған чесногымызды, бұрышымызды, тұзын барлығын араластырып дайындап қойдық. Енді осыны жаңағы жылқының етіне жақсылап жағып шығатын боламыз, дәл видеодағыдай. Мендегі ішек жылқының ішегі. Жылқының ішегі жуандау болып шықты, сондықтан етімді де осылай қалыңдау кескен болатын. Егер де сіздерде ішегіңіз жіңішке болатын болса, сол ішекке байланысты еттеріңізді жіңішке етіп кесіп алсаңыздар болады. Мінекей барлығын тұздап осылай дайындап қойдық. Ал енді ішекке салатын боламыз. Ол үшін ішегімізді алдын ала иісі шықпас үшін тұзды сумен ішін сыртын жақсылап жуып алатын боламыз. Ал енді ішегімізге сала бастаймыз. Бір ет және де бір майдан осылай кезек-кезегімен сала отырыңыздар. Қазақтың ұлттық тағамы қазы айналдыру, қазы жасау жолы мінекей осындай. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай жолмен үй жағдайында осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Қазымыз біркелкі болып шығу үшін бір ет, бір майдан осылай сала отыра барлығын айналдырып алатын боламыз.
Мінекей қазымызды айналдырып болдық. Енді шетін осылай зубочисткамен қадап қойсаңыздар да болады, немесе жіппен тігіп қоюға да болады. Менде осындай екі үлкен, жуан, қалыңдау қазы шықты. Міндетті түрде осы әдіспен жасауға кеңес беремін. Өте майлы және де керемет болып шықты, өзімнің көңілімнен шықты. Қазақтың әрбір үйінде ет үзілмесін дегім келеді. Барлықтарыңызға ас болсын, дастарханымыз берекелі, мерекелі болсын. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, маған қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.